Мысалы бастығыңызды жақтырмайсыз дейік. Онда ол жерде неғып жүрсіз? Ақыры шефіңіздің басқару тәсіліне көңіліңіз толмай ма? Тура сондай бизнес ашыңыздағыны дүрілдетіп дөңгелетіңіз. Ақылыңыз асып тұр, бәрін біліп тұрсыз, ол кісі сізге енді конкурент болып жарытпайды ғой. Ал енді қолыңыздан келмей ма? Онда сіздікі жай күңкіл. Әйеліңіз ұнамай ма? Онда оған неғып үйлендіңіз? Ешкім сіздерді бір қинап, мылтық тіреп, қолдарыңызға кісен салып барып қосқан жоқ шығар. Күні кеше бір осы қызды алмаса бір өле қалардай болып өзеуреген кім? Қыз кезінде жақсы болып кейін өзгеріп кетті ма? Онда аз уақыттың ішінде біреудің бір гүлдей қызын ажырық шөптей ажарсыз қылып жіберген, тағы да өзіңіз кінәлі болып тұрсыз. Сізге тиген соң тозып кеткеніне енді сізден басқа кім кінәлі? Күйеуіңіз ұнамай ма? Онда оған неғып шықтыңыз? Бір отар қой беріп, сізді айырбастап алмаған шығар. Соншалықты бір нашар адам болса, неғып одан бір патырлатып бала тудыңыз? Апама бір үнемі жездемде сай болады ғой. Үйдегі соғыстардың тамыры байым мен қалағандай адам болу керек деген бір эгоизмнен нәр алып тұрған жоқ па әйтеуір? Еркек сіздің бір шелекке отырғызған гүліңіз емес, тәрбиелеп алатын бала да емес, өгіздей еркек түгілі жатырыңызды жарып шыққан балаңыздың өзі бір тап сіз қалағандай тұрмыс салтын ұстанбайды. Балаларыңыз бір дым білмес пе? Енді алма ағашынан алыс түсуші ме еді, сіздің бір ар жақ бер жағыңыз болып өсіп келе жатыр да. Періштедей пәк болып туған бала неге өсе келе бір қисық біткен бұтақ болды? Тағы да тәрбиелеп қатырмаған өзіміз кінәлі ғой. Айтайын дегенім, негізі проблема біздің айналамызда емес. Проблема деген нақ біздің өзіміз ғой жігіттер.